Баршаңызға сәлем. Сіздерді өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен бірге қазіргі таңда хит болып жатқан осындай тюльпан самса дайындайтын боламыз. Тек қана түрі ғана әдемі емес, сонымен қатар дәмі де ерекше болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Бізге керегі ұн, алдын ала електен өткізіп аламыз, және де айран, сүт, сұйық май, және де бір жұмыртқа мен бір жұмыртқаның ағы, разрыхлитель, бір ас қасық қант, және де бір шай қасық тұз керек болады. Ең алдымен ыдысымызға айранды, сүтімізді және тұзымызды қосамыз, жұмыртқамызды, шекерді, сұйық майымызды барлығын қосып, бір араластырып аламыз. Сұйық массамыз жақсылап араласқан соң, үстіне ұнымыздың жарты бөлігін саламыз. Оның үстіне дайындап қойған қопсытқышымызды салып, венчиктің көмегімен осылай араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұнымыздың барлығын қосып, қамырымыз біріккенше илейтін боламыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Енді осы қамырымыздың бетіне пищевой пакетімізді салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоя тұрамыз. Ал оған дейін біз осы самсамыздың ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін менде мына жерде 200 граммдай фарш, оған 2 картоп қостым. Және де бір пиязды қосасыздар. Енді ол өз қалауларыңызға байланысты, егер фаршын көбірек қоссаңыздар, онда картопты бір картоп қоссаңыздар да болады. Картопты осылай майдалап көбіктеп турап аламыз. Пиязды да барынша майдалап тураймыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Және қарабұш қоссаңыздар да дәмі әдемі болып шығады. Сондай-ақ начинкамыз сочный болып шығу үшін кішкене осындай бір ас қасық сұйық май қосамыз. Енді барлығын қолмен жақсылап араластырып, шетке қоя тұрамыз. Міне біздің қамырымыз тоңазытқышта жарты сағаттай тұрды. Енді осы қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Қамыр бөліктерін осы видеода көргендеріңіздей домалақтап аламыз. Менде осындай 24 қамыр бөліктері шықты. Достар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда басқа да видео рецепттерді көре аласыздар. Енді қамыр бөліктерін осылай оқтаудың көмегімен дөңгелектеп жайып аламыз. Сонан соң пышақтың көмегімен дәл ортасынан осылай диагональ түрінде кесіп аламыз. Және салмамызды салып, самсамызды осылай бүгеміз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай ораймыз. Бірінші ораған кезде
шет-шетін осылай бекітіп алыңыздар. Сонда салмасы сыртына шығып кетпейді. Сонан соң дәл осылай видеодағыдай сағат тілмен айналдыра бересіздер. Міне осылай. Сонан түп жағын осылай бекітіп аламыз. Міне біздің самсамыз дайын. Осылай бұл барлық самсалар бүке бересіздер. Міне тағы да қайталап көріп алыңыздар. Міне самсамыздың барлығын бүгіп болдық. Енді бетіне бағына алып қалған жұмыртқаның сарысына кішкене ғана бір ас қасықтай сүт қосып, осылай бетіне жағып шығамыз. Сонан соң үстіне өз қалауларыңыз бойынша кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Сонан соң самсаларымызды 200 градуста беті қызарғанша 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің самсаларымыз дайын болды. Өздері топ-томпақ, осындай әдемі болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, өзі тюльпан гүлдеріне ұқсайды. Сол себепті де атауы осындай тюльпан самса деп аталады. Қонақтарыңызға ұсынғанға да өте әдемі, дастарханның көркін ашады. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Достар, менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.